Мереке қалай пайда болды? 2011 жылы парламент 1 желтоқсан Қазақстанның тұңғыш президенті күні деп жариялады. Бұл датаны депутаттар жайдан-жай таңдаған жоқ. 1991 жылы 1 желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаев тек өзі түскен сайлауда дауыстардың 98%-ын жинап, Қазақстан президенті болды. Осылайша бұл орнында 2019 жылға дейін отырды. Экс-президент мемлекет басшылығынан өз еркімен кетіп, лауазымын сол кездегі сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырды. Тоқаев президент сайлауына дейін президент міндетін уақытша атқарды. Назарбаев 2022 жылға дейін елбасы деп аталып келді. Биылғы қыркүйекте мәжіліс депутаттары тұңғыш президент күнін мемлекеттік мерекелер тізімінен алып тастады. Мұны Тоқаев мақұлдап, заңға қол қойды. Дегенмен 1 желтоқсан алғыс күні, мемлекеттік рәміздер күні сияқты тұңғыш президент күні болып қала береді. Бірақ халық бұл күні демалмайды. Осы ретте өзгерістерді құптағандар да, наразы болғандар да табылды. Журналист «Дат» газетінің жетекшісі, қоғам белсендісі Ермұрат Бәпи жаңа Қазақстанда мұндай жасанды мереке болмағаны жақсы дейді. 1 желтоқсан ол Нұрсұлтан Назарбаевты әлде қандай қылып құдіретке айландыру, көкке жеткізу амалынан туған жасанды мереке. Назарбаев өзіне арналған қошемет, қолдау, қопаштауды қатты жақсы көреді. Соның кесірінен түрлі түсті бастамалар көтерілді де, міне осы мереке пайда болды. Қуанышымызға орай мұны сайлаған президентіміз түсініп, 1 желтоқсан күнін мемлекеттік мерекелер тізімінен алып тастады. Дұрыс деді. Жаңа Қазақстан орнасын десек, осындай жеке басқа табынушылық жойылуы керек. Қанша жерден біреуді көкке көтеріп, мақтап, мадақтап, жасанды дата, мемлекеттік мереке арнасақ та, халық бәрібір мұны шын мереке көрмейді дейді ол. Ал жазушы, драматург Дулат Исабеков тірі адамға мереке арнау ұят дейді. 1 желтоқсан тұңғыш президент күні деп демалыс жариялап едік. Мұны алып тастағаны дұрыс болды. Тірі тұрған президенттің құрметіне демалыс жариялау әлемдік деңгейдегі ұят нәрсе ғой дейді Исабеков. Жыл сайын 1 желтоқсан қалаларда бір реттік акциялар ұйымдастырылатын. Мысалы 2012 жылы тұңғыш президент күні бірінші рет аталып өткенде, Астанада 2-ші дүниежүзі соғысы ардагерлерінің әрқайсысына 30 мың теңге берілді, шамамен $200. Ал 2018 жылы бір күн мерекеге орай Павлодар тұрғындары автобусқа тегін мінген. Бұл акция 2021 жылы Ақтауда да өтті. Кей жылы Қазақстанның тұрмысы төмен азаматтарына 1 желтоқсан күніне орай жәрдемақы берілетін. Мысалы 2019 жылы Астананың кейбір тұрғынына 11 мыңдай теңге көмек көрсетілген. 2022 жылдың басында Назарбаевтың құрметіне тұрмысы төмен отбасылар 13 мың теңгедей жәрдемақы алады деп хабарланды. Бірақ қыркүйекте тұңғыш президент күні мемлекеттік мереке болып есептелмейтін болды. Десе де жұртқа бұл жәрдемақы сонда да берілуі мүмкін.